Ұлылар ұлағаты ұрпаққа аманат. Тіл жанашырлары жаңа бастаманы қолға алды. Олар ұлт зиялыларының қанатты сөздерін насихаттау мақсатында қоғамдық көліктерге парақшалар ілді. Осы арқылы ана тілге деген құрметті артыруды көздейді. Бұл игі іске қоғам белсенділері, тіл жанашырлары мен еріктілер атсалысты. Облыстық тілдерді дамыту басқармасының ұйымдастыруымен ұлт зиялыларының даналық сөздері жазылып, автобустарға ілініп жатыр. Осы арқылы ұрпақты отаншылдыққа тәрбиелеп, ұлтын, ана тілін қастерлеуге үлес қосамыз дейді олар. Акциямызда мақсаты мына ұлы адамдарымыздың, біздің халық даналығы сөздерін осы автобустарға іліп, солардың сөздері арқылы мына патриотизмге тәрбиелеу, қазақ тілінің мәртебесін көтеру мақсатында ұйымдастырылып отыр. Жалпы осындай сөздерді көп ілген дұрыс деп ойлаймыз. Өйткені осы сөздерді оқып, қоғамдық көліктерде осындай сөздер ілгенде халық осыны көріп, бір жағынан осы ұлыларымызға құрметі оянады деген мақсатпенен, және де осындай сөздерді оқу арқылы тіл дамытуға да бұның септігі бар деп есептейміз. Осындай жаңағы автобустарға, қоғамдық көліктерге іліп жатырмыз. Ұлы даналарымыз бен алаш ардақтыларының қанатты сөздері қазір қаламыздағы 2 автопарктың автобустарына түгел ілінді. Барлығы 700-ден астам нақыл сөз іріктеліп дайындалған. Әр автобусқа 2-шеуден жапсырылады. Бұл қоғамдық көлікке кірген әрбір жолаушы танымын кеңейтіп, сөздік қорын көбейтуге ықпал ететіні сөзсіз. Бұл бастама осыдан 10 жыл бұрын қолға алынып, аяқсыз қалған. Бүгінде қайтадан жаңғырып жатыр. Осы автопарк мекемесінде басшының қолдауымен осы автобустардың ішіне қазақтың ойшыл адамдардың айтқан сөздерін іле бастадым. Бұл осы ілген дүниелерім қоғамның жақсы қабылдауында ілініп, көзқарасы қолдау тапты. Бұл ұлттың рухын көтереді, біріншіден, отарсыздандыру саясатына ықпал етеді, және халықтың рухын көтеру арқылы біз жалпы сауықтыру ғой, енді қоғамды сауықтыру. Жақсы балаға берілетін тәрбие деген секілді сол мәселелерді шешеді бұл. Алаш ардақтысы Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынұлы, Абай Құнанбаев секілді жалпы қазаққа танымал адамдардың сөздері ілініп тұр қазір осы тұрғанда. Соңғы құлайтын қамал тіл дейді. Егер тілі өзге болса, ол кез келген ұлт өзінің ұлты өкілі бола алмайды. Демек, біздер қазақтар өзіміздің мемлекеттік тілімізді қорғай білуіміз керек, сақтай білуіміз керек. Автобусқа мінгеннен кейін бала қарап, қызығып оқиды. Жас балдардың еске сақтау қабілеті өте жоғары. Демек, бұл сөздерді балдар жаттап қалады. Ертең сол бүгінгі жаттап қалған, жас кезін жаттап қалған сөздер ертең өмірі азық болады оларға. Айта кетейік, игі бастамаға қаламыздың ерікті жастары да өз үлесін қосып, белсенділік танытты. Нұрбол Жауынбаев, Жансая Әбдікәрім, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.